Расымен де барлық мақтау Аллах Тағалаға тән, оны ғана мақтаймыз. Және одан ғана жәрдем тілейміз. Күнәларымыз үшін кешірім сұраймыз. Жан дүниелеріміздің жамандықтарынан, істеп қойған істеріміздің кесірлерінен оған сыйынамыз. Кімді ол тура жолға салса, оны адастырушы жоқ, ал кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ. Аллах Тағаладан басқа тәңір жоқтығына куәлік береміз, және де Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екендігіне куәлік береміз. Сондай-ақ пайғамбарымызға және оның әулетіне, сахабаларына Аллах Тағаланың салауатын, сәлемін, рахым берекелерін тілейміз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, басып келген білім жолындағы қадамдарыңыз қабыл болсын. Аллах Тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін. Біз сіздермен Әл-Фурқон сүресінің тәлім тәрбиесіндеміз. Бүгін осы сүренің қорытынды бөлімі Аллах Тағала бұл сүренің қорытынды бөліміне Ғибадур Рахман деген тақырыпты қойды. Рахманның құлдары деген. Және солардың қасиеттерін, сипаттарын баяндады. Сондай-ақ олардың ақыретте қандай мәртебеге иеленетіндігі айтылды. Және де сүренің соңында осы Құранға иман келтірмей Құранды өтірікке шығарғандардың жақында азап шегетіндігі туралы хабар берілді. Яғни бірнеше жылдан кейін Бәдір шайқасында жаңа қарсы келгендер, өтірікке шығарғандар өмірлерінің соңғы күнін табады. Алла Тағаланың азабына ұшырап. Өткенде біз 58-ші аятқа кеп тоқтаған едік. Сол жерден жалғастырамыз. Жалпы пайғамбарымыздың жолы ауыр жол, сынақ жол, 23 жылдық тәлім тәрбиеден тұрған. Алла Тағала бүкіл исламның мектебін, исламның иманын, бойысынуын, құлшылығын, ғибадатын, мәмілесін, күллі ішкі сыртқы жүйелерінің барлығын осы 23 жылда кемеліне келтіріп көрсетті діннің не екендігін. Осы жол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол әуелгі ей бүркенуші тұрда ескерт деген күннен басталып, одан кейін пайғамбарымыз тыным алған емес бұл жолда. Бұл тынымсыз, үзіліссіз еңбек еді, 23 жылға созылған. Күндізі де, түні де Аллаға байланған пайғамбарымыздың жолы осындай бір үлкен жол еді. Сол жолдың қиыншылықтары міндетті түрде болады, көптеген қиыншылықтар болды, сынақтар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қарсы әрекеттер жасалды, сөздер жасалды. Сондай кездердің барлығы бір кішкентай нәрсе болып қалу үшін Аллах Тағала тәуекел деген нәрсені пайғамбарымызға құрал ретінде берді. Ва тәуәккәл, тәуекел ете пайғамбар, яғни сүйен, жүгін. Сосын тәуекел ет деген кезде көптеген аяттарда Аллаға тәуекел ету деген тіркесті қолданса, бұл жерде Алла Тағала ва тәуәккәл алал хаййил ләзи ла ямут деді. Ешқашан өлмейтін, мәңгі тіріге тәуекел ет деді. Қандай үлкен құралды берді да, мәңгі тіріге тәуекел ет деді. Бұл үлкен рухани жаңаға қуат берді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға. Сондай-ақ сенің тәуекел етіп, қиыншылықтарды көтеріп, менің тағдырыма разы болып жүргеніңді тасбихыңнен, намазыңнан, дәріптеулеріңнен көрейін дейді. Сондықтан келесі құралы уасаббих бихамди. Оны мақтаулармен пәкте, мінсіздігін айтты, есімдерін айтты. Жақында Раббыңа, Раббыңның көмегінің есігін, рахымының есігін қаққылай бер. Субханалла, альхамдулилля деген сөздермен айтып. Ал енді әлгі саған зиян жасап жүргендер, сондай-ақ бұл Құраннан теріс айналып, өздеріне осы дүниелік өмірде ғана тапқандар, олардың күнәлары, неше түрлі істеп жүрген нәрселеріне сен өзіңді шаршатпа. Олардан есеп алатын Раббың болғандықтан Раббың жеткілікті
құлдарының күнәлары жайында хабардар болудан дейді. Мен білем дейді оларды. Не істеп жүр, не істегелі жүр, сен тәуекел ет. Сен мен берген уайымнан артық уайымдама. Жолды уайымда, Құранды уайымда жеткізе бер. Сосын Алла Тағала тағы да өзін ұлықтай түседі. Тәуекел ет. Жаңағы жерде ешқашан өлмейтін мәңгі тіріге тәуекел ет десе, келесінде тәуекел ет әлгіге, яғни кім холақос самавати вал арда, көктер мен жерді жаратқанға. Қараңыздар қандай. Жеті қабат аспан мен жерді жаратқанға, ва байнахума, ол екеуінің арасындағыларды жаратқанға тәуекел ет. Фиситтати айям, 6 күнде жаратқан дегенде мағынада. Көктерді және жерді және оның екеуінің арасындағыларды 6 күнде жаратқан. Сүммәстәуә алал ғарш, сосын аршыға ұлыланған. Күллі нәрсе бітті, ұсақ нәрсе болып қалды. Алла Тағала бұл сүреде өзінің жаңағы аршыға ұлылануы Рахман деген есіммен байланыстырады. Рахман. Тоха сүресінде де мысалы Ар-Рахман алал арш истауа, Рахман аршыға ұлыланған. Тәпсірі қандай дейтін болсаңыз, әлләзи лаху ма фис самават. Көктегі, жердегі, жаңағы көктегі нәрселердің барлығы оныкі. Одан кейін ва ма фил ард, жердегі нәрселердің бәрі оныкі. Сосын ва ма байнахума, екеуінің арасындағының күллісі оныкі. Және ва ма тахта сара, жердің астындағының бәрі оныкі. Міне қараңыз. Міне сондықтан кім Аллаға тәуекел етсе, ва ма ятаваккал алаллахи фахуа хасбу дейді. Талақ сүресінде кез келген салиқалы амалға арнайы бір сауабы бар болса, пайғамбарымыз тарапынан уәде етілген тәуекел деген амалдың сауабы не деп сұрасақ, кім Аллаға тәуекел етсе, Алла өзі жеткілікті ғой дейді. Қара сауабы қандай. Мен жеткіліктімін саған дейді. Сондықтан тәуекел деген нәрсе ол үлкен құрал. Мұсылманның өмірінде орын алатын, жүрегінде орын алатын. Онсыз қиыншылықтар жеңіп кетуі мүмкін адамды. Тек тәуекел ғана сіздің көңіліңізді түсірмейді, тағдырға наразылық болмайды, Алланың қазасына, жаңағы шешімдеріне, үкімдеріне сіз тарапыңыздан претензия болмайды, әлсіздік болмайды, еш нәрсені дабырайтпайсыз, сіз тәуекел етесіз Раббыңызға. Ол Рахман, атала осы есім сифаты өте үлкен Рахман. Алла Тағаланың абыройын, беделін, мәртебесін білдіреді. Күллі нәрсе сыну керек Рахман деген есімді естіген кезде. Бұл сондай бір есім, кімде-кім Рахманды құрметтесе, қастерлесе, онда Рахман оған Рахим болады. Кез келген сүренің Бисмиллахи ар-Рахману Рахим деген аталуы осы екі есімнің. Кім Рахманның жақсылығы таусылмай жасалып жатқан жақсылық. Жер бетінде бір адам баласы жоқ, күллі жақсылығы Рахманнан келмеген. Сондай сабырлы, өмірінің аяғына дейін күтеді. Бәлкім бір күні шүкір етер депті. Рахман, ашуын, рахымы жеңген. Сол Рахманды қастерлесе, онда Аллах оған Рахим болады. Сондықтан Рахим, Алла Тағаланың Рахим сипатының жақсылығына бөленетін қиямет күні ол тек қана мүминдер. Ал енді кімде-кім Алланы, Құранын, ақиқатты мойындамаған болса, онда енді Рахманның азабы ғана болады. Осы Рахман деген ұғымды жоғары көтеру үшін жүректе Ар-Рахману фас'ал бихи хабира дейді. Ол жайында, яғни Рахман жайында, ей пайғамбар, ең хабардардан сұра. Алланы танымайтындардан сұрама. Алланы танитындардан сұра. Ең хабардар. Ол бірінші орында Раббымыздың өзі ең хабардар. Екінші, сол Раббымыздың уахиін жеткізіп атқан Жибрил. Одан кейін Рахман жайында ең хабардар ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі айтқандай: "Валлахи инни ла а'ламукум биллахи азза ва жалла". Алламен ант етемін, ей мұсылман қауым, Алланы ең жақсы танитындарың менмін дейді.
Ва атқакум лаху қолбан, сондай-ақ жүрегі ең қатты қорқатын менмін дейді. Сондықтан мен таразымын дейді сендерге. Кімде-кім Алла Тағаладан қорқысы келсе, қорқуды үйренгісі келсе, танығысы келсе, онда ол пайғамбарымыздың етегінен ұстамайынша ол тани да алмайды, ол қорқа да білмей кетуі мүмкін. Ең хабардар мұсылмандар бұл есімді естіген кезде сәждеге жығылады. Рахман дегенді. Мысалы Алла Тағала соны көрсетіп, жаңағы Алла Тағаланы танымай таласып жүргендерге андай аятты түсіреді. Пайғамбарымыз салсам оларға айтады: Рахманды мойындаңдар, Рахманға сәжде қылыңдар деген кезде не деп жауап берді екен? Соны тыңдайық. Қашан оларға Рахманға сәжде қылыңдар, иіліңдер, жығылыңдар, мойындаңдар, кішірейіңдер деп айтылса, қолу әмір рахману, не ол Рахман деген деп айтады дейді. Қарас, жүректе Алла деген сөз ауыздарында бар, жалпы Алла, Алла деп жүреді, танымайды Алланы. Алланы өздерінше танығысы келеді. Кез келген заманда сондай нәрсе бар. Өзінше танығысы келетін адамдар бар. Қараңыздар, Алла Тағаланы қалай таниды екен? Кім ол? Не ол Рахман деген? Анасжуду лима таъмуруна, сен айт екен деп, ей Мұхаммед, сен Рахман десең болды, жығыла берейік па? Не ол деген осындай сөзді айтады екен. Вазадахум нуфура. Осы сөзден кейін жол таппады ғой, бітті. Андай сөзден кейін туралықтан алшақтаулары арта түсті дейді Алла Тағала. Қараңыздар. Жүрегін одан сайын қатайттым деп отыр. Көзін одан сайын соқырладым, бұлардың құлағын одан сайын керең қылдым. Осындай сөздерді айта берген сайын, олар осындай қарсылықтарын білдіре берген сайын, олар туралықтан алшақтап кете берді дейді. Алланың рахымынан, кешірімінен алшақтап, қашқақтай берді дейді. Сөйтіп Алла Тағала өзінің тағы бір жақсылықтарын айтады. Табаракаллази, берекесі сарқылмайды ғой оның. Негізі мынау табарак, Мүлк сүресін білесіздер ғой, табарак деп сөзбен басталады. Табаракаллази биядихил мулк, күллі шексіз билік өзінің иелігінде болған. Алла Тағаланың берекесі сарқылмайды, жақсылығы, игілігі ешқашан сарқылмайды. Егер кім оны іздесе, Алла Тағалаға бере береді, дүниеде де, ақыретте де. Осы Фурқан сүресінде табарак сөзі үш рет келген. Жаңа Құранның әуелгі аятында келді. Табаракаллази наззала Құр'ана ала абдихи лиякуна лил аламина назира. Берекесі сарқылмайтын Алла, күллі игілік, құт берекенің, жақсылықтың иесі бір өзі ғана болған Алла құлына Құранды түсірді ғой, күллі әлемдерге ескертуші болу үшін дейді. Құранды берекемен байланыстырды. Кімде-кім Алланың берекесін іздесе, дүниеде және ақыретте осы кітаптың ішінде екен. Күллі жақсылық, дүниеңнің де, ақыретіңнің де проблемасын шешетін нәрсе бәрі осындай екен. Тек егер біреу соны фахалми муддакир дегендей, мысалы Тағала ойланатын қауым бар болса егер, есін жиятын адам бар болса, күллі осында тұр. Екіншісі табаракаллази иншаа жа'ала лака хойрон мин залика жаннатин тажри мин тахтихал анхар ва яж'ал лака қусура деді. Олар, сенде неге жәннат бақшалар жоқ осы өмірде? Егер сен елші болсаң, сенің керемет жәннат бақшаларың болу керек, жердің бетінде сарайларың бар болу керек деген. Алла Тағала оның бәрін пайғамбарымызға дайындап қойған, ақыретте тұр. Соқтан Алла Тағала өзі де айтады, берекесі сарқылмайтын Алла. Ол қаласа еді саған осы дүниеде де жасап бере салатын еді сол жәннаттарды. Неше түрлісін. Әм саған керемет зәулім сарайларды да қойып бере салатын еді. Бірақ дүние ол үшін жаралмаған. Құнды нәрсе тек қана ақыретте. Мәңгі тұрақты нәрсе тек қана ақыретте. Дүниенікі тек қана сынақ үшін жаралған. Міне бұл жерде де берекесі сарқылмайтын Алла. Жағала фис самаи буружан. Аспанда жұлдыздарды жасап қойған. Буруж деген Алла Тағала кейбір аяттарда жұлдыз деп айтса, бұл жерде жаңағы үлкен қамалдар, шоқ жұлдыздар деген мағынада сөйлейді. Негізінде анау жұлдыздар деген алыстан бізге көрінеді, кішкентай болып жарқырап. Ананың ішіне кіретін болсаң, анау деген керемет үлкен қамалдар, таусылмайтын, шексіз кете береді. Яғни біздің назарымызда.
қаншама жұлдыздарды қойып қойған. Мысалы бізде жеті қарақшы дейтін мына жақта тұрады. Мысалы темір қазық солтүстікті көрсетеді, қойып қойған, ешқашан өзгермейді. Оған қарасаң солтүстікті табасыз тек қана сол жерде бір орында тұрады, қатып қалған жұлдыз болғаннан кейін темір қазық деп аталған ғой. Соның қасында жаңа жеті қарақшы деген жұлдыз бар мысалы. Ол ешқашан батпайды, ол соны айналып, сол солтүстікте тұра береді былай. Кешегі көлеңкелер сияқты. Таң атқан кезде, таң атып келе жатқанда жоқ болып кетеді. Бірақ ол сол жақта тұр бәрі. Кейін түн келген кезде қайтадан көрінеді. Соған қарап, мысалы, жаңағы сағат тілі сияқты ғой. Сол арқылы жаңағы жеті қарақшы арқылы түннің бірінші бөлігін, түннің екінші бөлігін, түннің үшінші бөлігін бұрын біліп отқан. Сағат жоқ ол кезде. Ананың айналымына қарап та. Міне сондай жұлдыздарды қойып тастаған. Мысалы, үркер деген шоқ жұлдыз бар. Қазір күзде шығып бастады. Қысты күні дәл төбеде тұрады. Аяз күндерде дәл төбеде тұрады мысалы. Жазды күні болмайды ол мүлкін. Көкжиектен төмен кетіп қалады. Күзде бұлай шығыс жақта тұрады, қыста дәл төбеде тұрады, одан кейін көктемге қарай батысқа кетеді. Соның барлығы жаңа білдіру, көрсету атағылен толтырып қойған. Сол нәрсеге қарасаңыз, ана жұлдызға қолымыз жетпейді. Ол Алланыкі, Алланың мүлкі, әдемі нәрсе. Бірақ жете алмайсың оған, жете алмайсың. Алла тағала сондай, ана Миғражда өздеріңіз қарасаңыздар, жұлдыздың ар жағына өткізіп, жұлдыз астында қалды ғой Пайғамбар саллаллаху. Көрдіңіз ба қандай берекелі, қандай берекесі сарқылмайды. Ол берем десе береді. Міне, олардың сөздері түк шешпейді. Олар әйтеуір жаңағындай сөздерді айта береді. Міне сол Алла берекесі сарқылмайтын Алла сендерге аспанда жұлдыздарды, шоқ жұлдыздарды жасап қойды дейді. Уажағала фиха сиражан. Сондай-ақ сендерге сол аспанда шамшырағын қойып қойды дейді. Күнде шамшырақ деп атады. Әлі жарық береді, жылу береді бізге. Күндізді келеді, еңбекке кірісеміз. Түнгі уақытта вақомаро муниро. Сондай-ақ түнде нұр беріп тұратындай жаңағы айды да жасап қойды ғой дейді. Енді осы нәрселерді жасаған Алла тағала, сол нәрсенің өзіне назар аударатын болсаңыз, керемет нәрселер ғой бұл. Бұл керемет нәрсе, біз қолымыз жетпейді оған. Қаралсақта биіктікте тұр. Бірақ бізден қашық тұрса да, осы адам баласына қызмет үшін қойылған, өзіңіз ойлаңыз. Енді осындай жақсылықтар жасалғаннан кейін сұралмай ма бұл жақсылықтар жайында қияметте? Сұралады. Көзімізге айқын дәлелдерді қойып қойғаннан кейін қалайша жауапкершілік көтермейміз. Сосын келесі аятында мынандай бір әдемі нәрсені айтады. Мысалы түн мен күндіз Важағала лейла либаса дегендей, сендерге сол түнді киім қып жасады. Яғни бізді түнде бүркейді, біз демаламыз, ұйқыға кетеміз. Яғни түнді біз осылай танимыз. Түн деген нәрсе ол ұйықтайтын уақыт. Таң атады, күндіз деген нәрсе, оны күндізді сендерге тіршілік қып жасадым дейді. Қайта ұйқыларыңнан тұрасыңдар, өлімнен қайта тірілген сияқты. Сосын жердің бетінде тіршілік жасап кете бересіңдер. Ризықтарыңды іздейсіңдер дегендей. Осы жерде Алла тағала бір керемет нәрсені қосады. Ол тек қана ақыретке иман келтіргендердің өмірінде ғана бар екен. Түн мен күндіздің басқа қызметі. Бұл жаңағы айтылған қызмет. Түнде ұйықтау, күндіз жұмыс істеу. Бұл бүкіліне ортақ. Бірақ ақыретке иман келтіргендердің, пайғамбарымыздың жолымен жүрем дегендерге бұл күндіз бен түнде тағы да бір өзінің бір арнайы қызметі бар екен. Ол не деген кезде қараңыздар, Алла тағала не дейді? Сол Алла ғой сендерге түн мен күндізді кезектестіріп қойған дейді. Яғни бірінен соң бірі кезек келіп тұратын. Жақсы, ұйықтаймыз, жұмыс істейміз, ұйықтаймыз, жұмыс істейміз, ұйықтаймыз, жұмыс істейміз деген нәрсені ойлап тұрмыз ғой біз қазір. Сол не үшін кезектестіріп қойған Алла тағала? Лиман арада айяззаккара ау арада шукура. Кімде-кім түндегі бір амалын ұмыт қалдырса, есіне түсіріп күндіз істеп алсын деп дейді. Көрдіңіз бе? Есіне түсіру үшін ұмытқан амалын, немесе шүкір ету үшін дейді. Кім қаласа мен шүкіршіл боламын Раббыма деп. Мысалы түнгі намазға келетін болсаңыз,
Айша анамыз айтады, радиаллаху анха, кана набию саллаллаху алейхи вассалама иза қома лиссалати. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағы түнгі намазын оқыған кезде қома хатта танфатиха қадамаху дейді. Екі аяғы ісіп кеткенге дейін тұратын дейді, екі табаны. Яғни ұзақ уақыт намазда тұрады, аяғы үйіп кетеді, екі аяғы табаны үлкейіп кетеді. Сонда Айша анамыз пайғамбарымыз намаз оқып болғаннан кейін айтады: "Я Расулаллах, лима таснау хаза?" Я Аллахтың елшісі, бұны не үшін істейсіз бұлай? Өзіңізді не үшін қинайсыз? Ва қад ғафараллаху лака ма тақаддама мин замбика ва ма тааххара. Раббың өткен келер күллі күнәларыңызды кешіріп тастады ғой сіздің. Не үшін бұлай өзіңізбен істей бересіз? Дегенде, "Я Айша, ей Айша, афала акуну абдан шакура" дейді. Мен сонда сол күнәларымды кешіріп тастаған үшін, мені осындай жақсылықтарға бөлегені үшін өте шүкіршіл құл болмайын ба сонда дейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан шүкіршілік деген нәрсе, түнгі намазының өзі не нәрсе екен? Шүкіршілдіктің белгісі екен. Қалай жауапты қалай берді? Сол сияқты Алла Тағала кім шүкір етем десе, түнде тұрып намаз оқимын десе, түнді сол үшін қойғам дейді. Олай болса, бұл түннің қиямет күні алып келетін пайдасы не? Түнгі намазы. Ал ұйқы, ол табиғи нәрсе. Оны мұсылман да ұйықтайды, мұсылман емес те ұйықтайды түнде дегендей нәрсе да. Сондықтан қиямет күні келетіні не бұл түннен? Түнді тірілткен сағаттар куә болып келеді. Ибн Аббас радиаллаху анху айтады: "Ман фатаху шейун мин амалихи юдракаху фин нахар." Кім түнгі тәртібінде бір амалды қойып, яғни түнде мен 2 ракағат намаз оқимын, біреу 4 ракағат намаз оқимын. Сол түнгі тәртібіне өзіне бір амалды қойған. Немесе Құран оқиды дегендей. Сол түнгі тәртібіндегі амалын ұйықтап қалса, тұра алмай қалса, сосын соны күндіз қуалап алу үшін соны білдіріп тұр дейтін аят. Ибн Аббас айтады: қуалап алу үшін. Күндізгі тәртібіңде бір амалды өткізіп алсаң, қонақтар келіп қалды. Күндіз мысалы сіздің 1-2 сағат немесе 1 сағат Құранға арналатын сағатыңыз болған әдетте. Сіз сол күні сол сағатта Құран оқып отырасыз. Сосын туысқандар келіп қалды, құдалар келіп қалды, тағы басқа, күндіз кетті. Не істе дейді енді? Түннің 1 сағатын қуалап ал дейді. Егер осындай жіберіп отқан нәрселерімізді қуалап отпасақ, бірте-бірте босап, кейін жаңағы мал өмірімізден жоқ болып кетеді екен. Тек қуалау ғана ана амалды жүрегіңіздегі қадірін түсірмейді. Ары қарай күшейіп ұлғайып тұрады да. Не сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Мен насия хизбаху ау шайан минху." Кімде-кім бір түнгі түн тәртібіндегі өзінің бір Құран оқимын деген сағаты. Мысалы, біреу түнде Құран оқуы мүмкін. 1 сағат Құран оқимын, сосын 2 ракағат намаз оқимын деп. Яғни өзіне белгілеп алған. Бұны сол түнгі тәртібіндегі нәрсесі, амалы. Сол түнгі тәртібіндегі амалын ұйықтап қалса дейді. Ау шайан минху. Немесе сіз әдетте 1 сағат берем дегенсіз, 1 сағат емес 10 минут оқыдыңыз, ұйықтап қалдыңыз да, 50 минут оқылмай қалды. Не істейсіз деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Фақараху." Сөйтіп оны оқып тастаса ол дейді: "Фима байна салатил фажри ва салатиз зухри." Таң намазы мен бесін намазының арасындағы уақытта, яғни сәске уақытында оқып тастаса соны, намаз ба, Құран ба, кааннаху қарааху минал-лейли, кутиба лаху кааннаху қарааху минал-лейли. Алла Тағала жазады оған, түнде оқыды ғой деп дейді. Неге? Өйткені сізде немқұрайдылық болған жоқ. Сіздің күндіз қуалап алуыңыз, өзіңіздің Алла үшін бастаған амалыңызды өзіңіз қадірлеуіңіз. Көрдіңіз ғой. Осындай рухани ненің әсерінен имам Абу Ханифадан мысалы кімде-кім бір нәпіл ораза ұстаса, сосын бір жерде бір қонаққа шақырылып ауыз ашып қалған болса, жаңағы нәпілдің қазасы өтеу уәжіп дейді. Өз амалыңды жоймасаш деген амалмен
жаңағы аятпен нетем дейді соған. Көрдіңіз бе? Ла туфтилу амалакум деген аят бар. Амалдарыңды жоймаңдар деген мағынада. Яғни Алла Тағалаға бастаған нәрсеңіз, белгілеген сағатыңыз, сол сағатта басқа бірдеңемен шұғылданып кетсеңіз, күндіз оны түнде қуалап алу керекпіз. Түнде бір нәрсені ұйықтап қалсақ, күндіз қуалап алу керекпіз. Міне бұл біздің өліп қалмауымыз, көрдіңіз ғой, рухани тұрғыдан әлсіреп, жақсы амалдарды жоғалтып алмауымыз үшін өзіміз үшін қажет. Сондықтан Алла Тағала айтады: "Ва ман жахада фа иннама южахиду ли нафси". Міне Анкабут сүресінде кімде-кім осылай жігерін салса, жаңағыға жігер керек қой, ол жихад. Сондықтан Алла Тағала жихад деген сөзді қолданған. Міне кім өзімен күрессе, осылай жігерін салса, фа иннама южахиду ли нафси, онда ол өзі үшін жігерін салып, өзі үшін соны істеп жүр ғой дейді. Ал Аллаға келетін болсаңыз, Алла сауап жасады. Ал асылы инналлаха ғанийюн анил ғаламин. Тағала әсте мұқтаж емес дейді адамдарға. Көрдіңіз ғой. Сондықтан бұл Алла Тағаланы қадірлеуіңіз, қастерлеуіңіз және өзіңізге Алла Тағаланың берген иманын өлтіріп алмай дегендей мағынада, жаңағы гүл еккен кезде бір су құймасақ өліп қалады дегендей мағыналар. Сол әрдайым назарыңызда ұстауыңыз. Кейін Алла Тағала ва ғибадур рахман деген тақырыпты ашады. Және де Рахманның құлдары жайында айтайын дейді Алла Тағала. Қай есіммен байланыстырды? Жаңағы аршымен байланыстырған есімі. Ар-Рахман, Рахман, Рахманның құлдары деді. Енді қазір маңызды бір қасиеттерді айтады, солардан бойындағы. Рахманның құлдары. Әллазина ямшуна алал арады хауна. Олар жердің үстінде, жердің бетінде сыпайы жүреді. Қарапайым жүреді. Бұл сыпайылық, бұл қарапайымдылық өжеттіліктің нышаны. Бір ойлауы мүмкін, жаңағыдай бір қорқақтық немесе жуастық деген нәрсемен байланысып жоқ. Ол Рахманның құлы, Рахманға мінез көрсете алмайды. Сонда ал енді жаңағы білімсіздер Рахманды танымайтындар. Ол кеп тілімен тиісуі мүмкін, сөзімен тиісуі мүмкін, ғайбаттап тиісуі мүмкін, мазақтап тиісуі мүмкін, неше түрлі сөзге тартып келемеждеуі мүмкін. Бұл нәрселер олардың тарапынан тоқтамайды. Сол нәрсе сізге қарай жүріп атқан кезде негізгі сыналып тұрған объект нысана сіз соны ұмытпау керексіз. Сіз жаңағы адамды ойлап кетпеңіз ол жерде. Кімді шыңдап отыр Алла Тағала? Кімге иман сыйлады, соны шыңдайды. Ол жаңағы тиісіп атқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тиісіп атқандар, сөйлеп атқандар. Болды, ол өмірін өзінің таңдауын жасап қойған адамдар деген нәрсе. Кім шыңдалады бұл жерде? Сіз егер жаңағы адамға неге өйтіп сөйлейсің маған дейтін болсаңыз, біз Алланы танымаған адамбыз. Біз жаңағы өзіміздің азғантай бір намазымызбен, оразамызбен алданып жүрген адамбыз. Біз тәрбиені бітіріп қойған адамбыз. Ондай емес. Алла Тағала шыңдайды. Сондықтан Алла Тағала оларға да тіл тигізбеу үшін дегендей мағынада қалай айтады қараңыздар. Ва иза хатабахумул жахилуна қалу салама. Қашан білімсіздер Алланы да ақыретті де, дүниеге келудегі түпкі мақсаты ақыретті танымайтын сол мағынада білімсіздер бұлармен сөзге тартатын болса, аман, сәлем деп өте береді дейді. Мінез характерді көрдіңіз ғой. Бұл жерде қорқу, анау-мынау нәрсе жоқ. Ол Алла Тағаладан келген білімін лақтырып тастап, ананың киімін киіп, екеуі бірдей болып кетпейді ешқашан. Надан мен надан болмайды ол. Бұл Рахманның құлы ғой. Бір. Екіншіден Алла Тағала қай сөзді қосты? Жердің бетінде деді. Рахманның Рахманның құлының ең бірінші түсінетіні, сіз үйден шығып келе жатқан кезіңізде, көлікпен кетіп бара жатқан кезде, Алланың жерінде кетіп бара жатқаныңды есіңе түсіру. Алланың жерінде, Алматыда, Көкшетауда деген нәрсе емес. Алланың жерінде. Не үшін қосып тұр жер деген мағынаны? Кімдікі ол? Маған айтты ғой. Жердегінің бәрі менікі деді. Оның жерінде. Міне осы сізді басып тұратын нәрсе. Ішіндегі ашуың, жамандығың шығып кетпейді адамдарға. Басады.
Алланың жерінде. Олар білмейді не істеп жүргенін, кімнің жерінде екенін де білмейді. Олардың сөзі қандай деді? Вақалу иннама хия хаятуна дуния. Бұл біздің тек қана дүние тіршілік осы бізге берілген болды. Ва ма нахну бимабғусин деді олар. Таңдауын жасады. Біз ешқашан қайтадан тірілмейміз. Біз сенбейміз бұл нәрселерге деді. Ал Рахманның құлдары біледі. Ол сөздің ауыр сөз екенін. Сондықтан Рахманның құлдары бұлар жердің үстінде жүрген кезде сыпайы, қарапайым жүреді. Рахманның құлы деген характермен жүреді. Хаунан, оңай. Соншалықты оңай, сол себептен олар күледі, мазақтайды. Меккелік кезеңде пайғамбарымыз саллаллаху куффу айдиякум, сахабаларға неше түрлі зиян жасалып жатқан кезде бір сахабалар келіп айтты: Аллахтың елшісі, мүмкін біз де қайтарармыз оларға деп. Сонда пайғамбарымыз айтты: куффу айдиякум, Раббыларыңнан бұйрық келді, қолдарыңды тыйыңдар деген. Рахман сендерді тәрбиелеп жатыр қазір. Ол білет не істеп жатқанын. Рахманның құлы қорланбайды. Оған зиян жасалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның уақытында зиян жасалғандай. Кешегі Таифтағы характерді көріңіз. Рахманның құлы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Таифтан шығып баратқан кезде үзіліп тұрған сәт, жаңағы Таифтағы қожайындардың құлдары, кішкентай сәби балалары бәрі қолдарына тастардан алған. Пайғамбарымыздың дәрежесі жоқ бүлде саналарында. Содан айтып жатыр ғой: хаван яғалан наси. Аллах тағала саған ғана айтам ғой мұңымды дейді. Қуатымның әлсіздігі, міне кетіп бара жатырмын дейді. Ва қиллата хилати, амал шарам азғандай. Ва хаван яғалан нас, адамдарға сондай міне қорлап таслақтырып жатыр маған. Антархамур рахимин, сен рахымдылардың рахымсың ғой. Тас тиіп жатыр. Сөзді қараңыз, не айтып жатыр? Аллахумма хди қауми иннахум ла яғламун. Аллахым қауымды тура жолға салшы. Білмейді ғой не істеп жатқанын дейді. Білмейді ғой дейді. Сол қиыншылықтан кейін тау періштесін Алла тағала түсіреді ғой Жебірейілмен бірге. Тау періштесі тек айт, Алла тағала рұқсат берді, тек не дейді соны істеп кел деп айтты дейді. Қараңыз. Тау періштесі ұсынысты өзі жасайды. Ана екі тауды басына тастай салсам қалай болады дейді. Жоқ, болмайды. Бұлардың белдерінен ертең Алладан басқа тәңір жоқ деп айтатын буындар шығар дейді ұрпақтар. Мен соны бүтетемін дейді. Ал енді бізге сынақ келген кезде бізде осындай характер бар ма? Рахманның құлы қандай? Көлікпен кетіп баратқанның өзінде, мысалы, біреу жол сұраса, біз кейде жол бермей кетіп кетеміз. Бізде жоқ ол. Біз Алланың жерінде деген тақырыптар кетіп қалған біраз кішкене. Ал жібере салсаңыз, ол өтіп кетеді. Сен жүрегің рахаттанады ғой өзің. Жақсылық Алла үшін жасап жатқан. Алдыңызда біреу қиып өткеннің өзінде деді. Үйде кәдімгі сол, үйдің өзінде тәрбиеленесіз. Шаршап келдіңіз, тамақ піспей қалған. Рахманның құлы не істер екен? Болды. Алла тағала үйіңде ма, көршіңмен ба, көлігіңде ма, жолда ма, жұмыста ма, ол білет қашан сізді тәрбиелейді, қашан бізді тәрбиелейді, қандай жағдаймен тәрбиелейді. Біз соны есімізде тұру керек бізде. Рахманның құлдары міне жердің бетінде осылай жүреді дейді. Сондықтан зиянды көтере алу ол батырлық. Ол әлсіздіктің жоқтығы бойда. Әлсіздігі бар адам ғана зиянды көтере алмай қалады. Көрдіңіз ғой. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи дейді: "Ал-муъмину аллази юхалиту ан-наса ва ясбиру ала азахум аъзаму ажран минал муъмини аллази ла юхалиту ан-наса ва ла ясбиру ала азахум." Адамдармен араласатын муъмин. Қараңыз. Адамдармен араласып жүретін муъмин. Және солардың тарапынан өзінің хақысына кеткен зияндарға сабыр ететін муъминнің сыйлығы өте үлкен дейді. Адамдармен араласпайтын, оларға сабыр ете алмайтын муъминге қарағанда дейді. Олай болса муъмин неше түрлі болды? Бұл хадисте екі түрлі. Міне, сабыр ете алмау сондай нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ол сабыр еткен. Бұл өнегеміз біздің. Сондықтан бізді қайсысы қайырлы? Адамдармен араласасың, және зияндарына сабыр етесің. Шындап келген кезде кейде айтуыңыз мүмкін: қалай сабыр етемін мен оның зиянына дегендей нәрсе. Ал біздің күнәмізге Алла тағала сабыр етіп тұр ғой.
Сабыр етіп тұр ғой. Ненің арқасында жүрміз біз аман есен өзі? Алла тағала собур болғандықтан, Алла тағала халим, ұстамды болғандықтан, әйтпесе жақсы болғаннан жүрміз ба? Қараңыз. Олай болса, Раббың қандай мәміле жасайды сізге? Сол мәмілеге шүкір етіп, адамдармен сондай мәміле жасаңыз. Шүкірлігің сол болады. Алланың бізді жасырып, кешіріп, сабыр етіп атқандығына қалай шүкір етеміз? Біреуге сабыр етесің. Біреудің қателігін жасырасың. Қателігін қорықпасаң, бетіне ғана айтасың. Бауырым деп. Біреуге айтпайсың. Міне осы Рахманның құлдары, құрметті жамағат, жердің бетіндегі мінезін айтты. Надандармен қарым-қатынасы қандай? Алла тағала, бұлар қайдан алған бұл сипатты? Қай жақтан келген бұл күш бұларға? Жердің бетінде күндіз неге бұлай жүреді бұлар? Айтайын дейді сырын Алла тағала. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Өйткені бұлар түнді Раббыларына сәждемен және қияммен өткізеді дейді. Қай жақтан алып жатыр күшті? Түнде алады екен. Түнде Құранды оқып қуаттанады екен. Тозақты еске алып қорқады екен. Жәннатты еске алып сауаптарға үміттенеді екен. Ертеңгі күндіз таңертең майданға шығады. Зиянға сабыр ете алады. Кешіре салады, аяғын басып кетсе, альхамдулилля дей салады. Қараңыз, үстіне біреу шай төгіп алса, әртүрлі жағдай болып жатады. Үйден шыққан бетте таңертең түнгі намаз оқып, мысалы, үйден шығып, машина қызбайға батқаса, альхамдулилля деп айта алу керекпіз біз. Ертең қыс жақындап келе жатыр, сондай нәрселер болуы мүмкін, әртүрлі. Сол нәрсенің өзінде атаға сынайды. Көлігіңмен де сынайды. Міне бұлардың түндері қалай дейді? Бұлар түнді Раббыларына арнап, сәждемен және қияммен өткізеді ғой дейді. Мынандай нәрсе бар. Мысалы, бір мұсылман ер, бір мұсылман әйел, екеуі кешкі уақытта жаңағыдай бір ақшам мен құптан арасында ма бір халал асханаға барып, бір халал ресторанға барып, екеуі жақсылап тамақ ішіп, сөйлесіп, сырласып үйіне қайтып келді. Романтика. Пайғамбар салсам, сол романтикаңа мынаны қос дейді. Әйтпесе анау бос нәрсе дейді. Оны басқаларды істеп отыр ғой дейді. Қандай нәрсені қосамыз десек, рахималлаху раджулан, Алла тағала бір ерді рахымына бөліп жіберсін дейді. Рахымына бөлесін дейді бір ерді. Қандай ер? Қома минал лайли, түнде ұйықтап жатып, түнгі уақытта ұйқысынан оянған ерді дейді. Фасолла, сөйтіп намаз оқыды дейді. Ва айқазат имраатаху, барып әйелін оятып жатыр. Көрдіңіз бе? Жаңағы кім тәтті дегенде андай бізде не сөздер бар ғой? Мал тәтті, жан тәтті, жар тәтті деген. Бірақ жарыңның намазда тұруы түнде ол тәттірек. Түсіндіңіз ғой? Сонымен әйелін оятады дейді. Әйелін оятады да әйелде намаз оқып алады дейді. Фәйін әбәт, егер әйелі тұрмай жатса, қойш деп атса дейді. Фараш шафи вашихал маа, бір суды алып келіп, суды себет дейді бетіне. Сөйтіп оятпай қоймайды дейді оны. Неге? Өйткені ақырет қой түпкі мақсатты. Сөйтіп соны оятады да, ол да намаз оқып алады дейді. Ва рахималлаху имраатан, сол секілді Алла бір әйелді де рахымына бөлесін дейді. Қомат минал лейли фасоллат, түнде тұрып намазын оқып, ва айқазат заужаха, сөйтіп барып күйеуін оятқан. Сөйтіп күйеуі де намаз оқыған. Фәйін әбә рашшат фи вачхихи алма, күйеуі тұрмай жатса, барып су себетін. Осы романтика. Романтиканың көкесі осы. Пайғамбарымыздың отбасында болған осындай нәрсе бар, құрметті жамағат. Сондықтан ер мен әйелдің көріңіз ғой қандай байланысты қалайды да. Бұлардың түндері осылай өтеді дейді. Кейде Пайғамбарымыз салсам бір хадисінде айтады, ва иза истайқазар раджулу, түнде ер адам ұйқыдан оянса, сосын айқазат заужатаха, әйелін оятса, сөйтіп екеуі бірге. Фасоллая ракағатайни жамиған. Екеуі бірге намаз оқып алса, екі ракағат дейді. Кутиба
Екеуін де Аллах тағала жазып қояды. Миназзакиринналлаха касиран ва закират. Алланы көп еске алатын ерлер мен көп еске алатын әйелдердің тізіміне тіркеп қояды дейді. Болды. 2 ракатта айтты Пайғамбар міне. Көрдіңіз ғой. Осындай нәрселер бар өмірде. Сосын бұл түнгі намазда адамның сұрайтын нәрселері өте көп. Дүниенің жақсылықтары, ақыреттің жақсылықтары. Алла бай ғой. Бай болғаннан кейін сарқылмайды жақсылықтар. Соның барлығын сұрайтын жаңағы мүминер мен мүмин әйелдер осыны сұрайды түнгі уақыттарында. Бірақ Алла тағала соның күллі дұғаларының ішіндегі тек бір дұғасын ғана айтады нәрсе. Ол қандай деген кезде, ол негізгі мұсылманның коронный дұғасы. Жаңағы жердің бетінде Рахманның құлы болып жүре алу үшін. Қандай нәрсе ол деген кезде, «Валлазина яқулуна Раббана сриф анна азаба джаханнама, инна азабаха кана гарама, иннаха саат мустақарра ва муқама». Олар сол түнгі намаздарында былай деп айтады дейді. Раббымыз бізден жаханнам азабын аулақ қылса. Неден қорқады екен мүмин? Күнәсіне қорқады екен. Түнгі уақытта күнәсі үшін қорқады екен. Сол күнәдан қорқып тозақтан сыйынғаннан кейін таңертең күндіз ол жердің бетінде солының әсерімен жүреді. Оның аяғын басып кетсең де, түсіндіңіз бе? Ол көмектеседі оған. Сондықтан тозақтан сыйыну деген нәрсе ол өте маңызды қасиет. Егер біз тозақтан көп сыйынбасақ, біз өзімізді салиқалымыз деп есептеп кеткенмен бірдей. Тек жәннат сұрай берсек, тозақтан көп сыйына бермесек. Сондықтан Алла тағала осы дұғаны қойды мына жерге. Басқа дұғаларын айтқан жоқ олардың. Раббымыз бізден жаханнамның азабын аулақ қылса, оның азабы ажырамайтын азап қой егер бір кіріп кетсек деп отыр. Инна азабаха кана гарама деген үзілмей қояды, ажырамай қояды деген мағынаны білдіреді. Соны айтып отыр да олар, ажырамай қояды деген нәрсе. Не сондықтан күнәміз үшін қорқу, күнәмізді түнде еске алу. Ол өте қажет. Сипат Рахманның құлы бола алуымыз үшін да өте маңызды қасиет бұл. Міне егер де мұсылман отбасында ері мен әйелі осындай болатса, енді сол үйдегі балалардың өмірі заяға кетіреді деп ойлаймыз ба Алла тағала? Егер ата-анасын осындай көрсе сол балалар, ұл да қыз да, Алла тағала қорғап береді ғой балаларды. Соқтан осындай түндерімізді нәсіп етсін. Осы нәрселер бізде жаңа көп болмаса, жаңа салиқалымыз деп алданып кетуіміз мүмкін. Сондай қауіп бар. Олардың ол тозақтан сыйынып атқан себебі дейді Алла тағала. Өйткені ол өте жаман тұрақ және өте жаман орын ғой дейді Алла тағала. Сол себептен олар содан сыйынады. Ақыретке иман келтірудің өзегі қандай? Рахманның құлдарының келесі сипаты. Бұлар малмен қалай істеседі? Алла тағала Рахманның құлдарына дүние берді, мал берді, айлық берді, кәсіп берді. Жұмсау. Қалай жұмсайды бұлар? Валлазина иза анфақу. Бұлар ақшаларын жұмсаған кезде лам юсрифу. Ешқашан ысырап қылмайды. Ысырап қылмайды. Және валам яқтуру. Сондай-ақ біреулер сұрап келген кезде, біреулер сұраған кезде кем қып бермейді, сараңдық жасап. Мысалы, өзі жаңағыдай бір асханаға, түскі асханаға барып 500 теңгеге тамақ ішті. Сосын мына жақта беретін кезінде қалтасында біздің қалтамызда қанша тұратын Алла біледі ғой. Соқтан кем бердік па, жақсы бердік па, артық беріп жібердік па, ол біледі. Соқтан жаңағындай біреуге мұқтаж кеп сұрап берген кезде оған азғантай берсек, міне осыны сараңдық. Өйткені өзіңізге берілген малға ысырап қылмауыңыз бұл малыңыздың басын сақтайды. Ал біреуге жаңағы сараңдық қылмауыңыз, беретін кезіңізде садақаға, көмекке, қарызға сараңдық қылмауыңыз бұл малыңыздың берекесін сақтайды. Егер ана жерде кем қылсақ, береке кетеді болды. Тек цифрлар қалады, ол цифрларды ұшырып жібереді сосын Алла тағала. Болды.
Сондықтан жаңағы беретін кезінде біреуге сол жерді байқау керек. Жаңағы бере алатын жағдайыңыз бар. Мысалы 500 бере аласыз. Бір сұрап келіп дейік та. 500 бере алатын жағдайыңыз бар. Алла біліп тұр оны. Алдыңызда 100 бере салдыңыз. Осылайша Алла Тағала сараңдық қылды деп жазылады. Сондай нәрселерді біз байқау керекпіз да. Әркімнің шамасы келгенше жүктейді Алла Тағала. Мысалы байға жүктеген, дәулеті көп адамға жүктеген нәрсені дәулеті аз адамға оны жүктемейді. Әркім өзінің жағдайына байланысты. Бақара сүресінде айтқандай, алил мусиғи қадаруху, кімге мол қылып берсем, сол өз мөлшерімен жұмсасын дейді, жақсылыққа берген кезде біреуге. Ва алил муқтири қадаруху, кімге азғантай беріп қойсам, сынап, ол өз мөлшерінен берсін дейді. Әркім өз мөлшерінде жұмыс жасасын дейді. Міне бұлар сұрап та қылмайды, сараңдық та қылмайды. Ва кана байна залика қауама. Осы екі араның ортасын ұстайды дейді. Орташалықты көрсетіп жатыр да. Орташалық. Рахманның құлдары осылай екен. Одан кейінгі сифаты валлазина ла ядғуна мағаллахи илахан ахара. Олар Алламен бірге басқа тәңірге сыйынбайды дейді. Бұны Алла Тағала өте көп айтады. Өйткені адамдардың басым көпшілігі Алла Тағала Юнус сүресінде айтқандай «Вама ю'мину аксарухум биллахи илля ва хум мушрикун». Жалпы жердің бетіндегі адамдар әйтеуір бір сенеміз деп тоқтағанның өзінде дейді, Аллаға иман келтірдік, тоқтадық деп. Иман келтірдік Аллаға деген сөздеріне, күйлеріне қарасаңыз, адамзаттың басым көпшілігі Аллаға иман келтіргенде бәрібір сол Аллаға серік қосу халімен иман келтіреді дейді. Енді бұның зардабы неде деген кезде, ол әлемдердің Раббысы Рахман. Рахман сізді жаратқан. Сіз толығымен оныкісіз. Өміріңіздің басынан өміріңіздің аяғына дейін жердің бетінде. Күллі берілген нәрсе оныкі. Еш нәрсе жоқ сіздікі өзіңіздікі болған. Күллісі оныкі. Сосын ол сізге таза мәміле жасаған. Жаратты, берді, өсірді, бағып келатыр қазір. Қабілеттеріңіз күллі өзіңіздің жаңағы бойыңыздағы нәрсенің бәрін сол берді. Сізге таза мәміле жасады. Күнәлар кетіп жатса да біздің тарапымыздан таза мәміле. Сондықтан Алла Тағала тарапынан құлына таза мәміле жасалса, құл тарапынан Аллаға мәміле қалай жасалу керек? Таза болу керек. Қоқысы жоқ. Қоқыстар жоқ. Таза мәміле. Ол оның хақысы. Ол оның хақысы. Егер де о жерде қоқыс кетсе, басқа нәрсенің дидары көздіріп кетсе, басқа нәрсенің аты аталып кетсе дұғада, болды, қабылдамайды ол. Ешбір туысқаның қабылдата алмайды оны. Өйткені ол қабылдайды. Ол таза. Таза нәрсені ғана сүйеді. Ол оның хақысы. Ол оны ескертіп жатыр бізге. Инна Аллаха тойибун ва яқбалу тойиба. Расында Аллах Тағала таза нәрсені ғана қабылдайды. Оған сенің жүрегіңнің таза жүрегің керек. Бір амалды жасап атқан кезде тек қана оның дидары көзделгені керек. Ол оның хақысы, оның разылығы сол жерде құйылады сізге. Ал егер о жерде басқа нәрселер тұрса, ол қабылдамайды оны. Міне сондай нәрселер бар. Осындай принциптерді түсініп алмасақ, біз қойш қабыл ететін шығар деген ондай өмір болмайды ол. Ол өзіңді өзің алдап босқа құртатын өмір. Болмайды ешқашан ондай нәрсе. Алламен қоса тағы бір нәрсені жаңағы іздеп жүрсек, бір нәрсе амалда істеген кезде басқа нәрсенің дидарын қалап жүрсек, мысалы біреуге жақсылық жасадық, сосын сол жерде бір сөзді күтіп тұрдық. Сосын ой, сіз болмағанда деген бір сөз айтылды. Сосын мен жүрек соны іздеп тұрғаннан кейін қуанды. Сөйтіп қиямет күні келетін кезде жаңағы амал таразыда жоқ. Ол қайта деген кезде сен оның сол дүниеде іздегенсің сауабын. Саған айтылған еді ғой сол жерде. Болды. Ал егер сол жасаған амалыңызға 4 сағат терлеп кеткен болса ше, болды. Алла Тағала осылай жұмыс істейді. Мені ғана ойла дейді жасаған кезде амалды.
Өйткені қабыл етуші кім? Кім қабыл етеді? Соның дидарын ойла. Көрдіңіз ғой. Сондықтан Алла Тағала осы нәрсені көп айтады. Алламен бірге басқа тәңірлерге сыйынбайтындар дейді. Өйткені сыйыну дұғаны айтып отқан себебі ядғуна. Ад-дуғау хуәл ғибада дейді. Негізі адамның жасап жүрген құлшылықтарының ішінде Аллаға деген ғибадаты таза ма, таза емес па деген нәрсені дұғадан да білуге болады дейді. Дұға ғибадат ретінде жеткілікті дейді, көрсетіп береді дейді. Кімді, кімнің дидарын қалап жүргеніңді. Ад-дуғау хуәл ғибада дейді. Дұға деген сол ғой ғибадат дейді. Сыйынуда басталады деген күлі нәрсе. Сыйыну жолымыз таза болса, одан кейінгі амалдарыңызда не жоқ, иншалла Құдай қаласа. Зиян жоқ, жамандық жоқ. Бір кісі келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сұраған: "Я Аллахтың елшісі, айю замбин аъзам?" Ең үлкен күнә қандай? Ең үлкен күнә қандай деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол адамға айтады: "Анта жағала лиллахи ниддан ва хуа халақака." Алла Тағала өзіңді жарата тұра, оған теңеу жасауың дейді. Сүмма айю, сосын қандай күнә, одан кейін үлкен? Ан тақтула валадака хашиятан ан ятғама маъака. Балаңды өлтіріп қоюың дейді. Өзіңмен бірге жаңағы тамағыңа, ризығыңа бәсеке болып кетпесін деп. Бүгінгі күнгі мысалы аборттар, тағы да басқа нәрсе бәрі кетіп жатыр, болды. Аталып қойды Алла Тағала тарапынан. Ешбір туысқан көмектеспейді. Міне, ешкім көмектесе алмайды. Анау келеді қиямет күні. Ешкім кетіре алмайды оны. Жауап сұралады, неге істедің деп, болды. Сондай нәрселер. Алла Тағала соны ескертіп, Құранында ескертуші салқын айтып қойды, міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи арқылы. Сүмма айю, сосын қандай күнә, одан кейін қандай күнә ең жаман деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Ан тузания халилата жарика." Өзіңнің жаңағы көршіңнің сүйіктісімен зина жасауың дейді. Ескертіп жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. Сонда бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи зина жасау дегенде етістік мысалы тазни деп қолданылады. Зина жасау деп. Бұл жерде тузания деген сөзді қолданады. Яғни жаңағы ер көршісінің әйеліне ұсынған кезде ол кетер емес. Немесе көршісінің әйелі бұған ұсынғанда бұл кетер емес. Осыны қосып тұр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Міне сондай бір көңілге кетіп қалуларың, бір адам тіпті келген кезде бір адам осындай көп зина жасап қойып деген, ойбай жаман нәрсе деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. А біреу көршісімен жасап қойып дегенде, оныкі ананікінен де өткен дейді. Анау бірнеше адаммен жасаса дейді. Соқтан осындай бір нәрселер бар. Бұның бәрі әлеуметтік адам, қадір, көршіңді қастерлеуің, сыйлауың дегендей нәрсе да. Сондықтан осы нәрселерді сөйлеп жатқан кезде сол жаңа пайғамбарымыздың жаңа хадисіндегі нәрсенің қасында осы аятты оқиды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. Олар Алламен бірге басқа тәңірге сыйынбайтындар, және де олар Алла Тағала тыйым салған адамды, жанды нақақтан өлтірмейтіндер, кісі өлтірмейтіндер. Вәлә язнун, сондай-ақ зина жасамайтындар дейді. Бұл жерде осы жаңа үлкен күнәнің үшеуін атады. Пайғамбарымыз жаңа хадисінде осыны қуаттады. Сосын Алла Тағала айтады: "Ва май яфъал залика ялқа асама." Кімде-кім осы айтылғандарды істейтін болса, онда күнәға жолығады дейді. Ауыр күнәға жолығады дейді. Ауырлығы қандай дәрежеде ауыр дейтін болсақ, Алла Тағала айтады: "Юдағаф лахул азабу яумал қияма." Қиямет күні азабы еселенеді дейді. Уаяхлуд фихи, сондай-ақ сол азапта мәңгі қалады, мухана, қорланған түрде дейді. Не сондықтан осы нәрселер исламның кез келген саналы адамды қашыратын нәрселері. Алла Тағаланың жаңағы тыйымдары мынау. Өйткені Алла Тағала қоғамға
тазалықты, салиқалылықты қалайды. Таза нәрсені қалайды да. Мінезің, жүріс-тұрысың, сөзің, көзің, күллісің таза болуын қалайды. Сосын мұсылман сол жолда еңбек етіп, жігер салып, өзімен өзі күреседі. Сосын сол күресіп жүрген кезде Анкабут сүресінің соңғы аятында айтқандай, Аллах Тағала «Валлазина жахаду фина» біз үшін, яғни Алланың дидарын іздеп, күллі жамандықтарымен күрескендер бойындағы. Сондай-ақ өзінің бойында жоқ жақсылықтарды бойына дарытуға күрескендер. Менде нақасиет жоқ, бұл керек, нақасиет жоқ, керек деп салып, жаман нәрселерден арылып күрескендер. Ләнәхдияннахум субулана. Сол қалаған мақсат үшін дейді, сол жолдарымызға сала саламыз дейді. Яғни еңбегін зая кетірмеймін, жаңағы қасиеттің бәрін бойына дартып беремін дейді. Инналлаха ламағал мухсинин. Сөзсіз Аллах Тағала әдемі жасайтындармен бірге ғой дейді. Өйткені әдемі жасау деген не? Жаңағы күресіңнің үзілмеуі. Неге? Ақырет соғып тұр деген сөз жүректе. Ақыретке деген иман, жаңағы теорияңда емес, жүрегіңде соғып тұр деген сөз. Көрдіңіз ба? Міне осы нәрсеге күреспен жетесіңдер дейді Алла Тағала. Күреспен ғана жетесіңдер деп отыр ғой. Күресіңдер. Күрескеніңше, шаман келгенше күрес, ар жағын мен толықтырамын деп отыр ғой Алла Тағала. Әрдайым біздің тараптан шын ниет, шын жігер, жаңа мысалы сила воли дейді ғой, сол нәрсе қосылса егер, Алла Тағала ар жағын өзі күшейтіп жібереді. Ал соны қоспасақ, онда мәжбүрлі жасаған болады, Алла Тағала бізге өз тиісі. Көрдіңіз ғой. Сондықтан Алла Тағала адамнан жаңағы істің басын күтеді. Тіпті Мариям анамыздың өзі босанып жатқан кезде сол кезде жаңа босанатын кезінде толғаға құрма ағашының қасына алып кеп босанып болған кезінде Алла Тағала бұйырады фахузи илайки би жизғин нахла. Мына құрма ағашын өзіңе қарай сілкіш дейді. Ол жуан ағаш, бұны сілкей алмайды. Жас босанған әйел тіпті сілкей алмайды оны. Сосын оның анау басындағы құрма бүйтіп сілкегенмен түспейді, оны кесіп алмасаңыз. Құр қолы тиеді ғой бүйтіп. Айтқан істейді Алла Тағаланың. Қолы тиеді, тусақит илейка жаңағы алейки рутабан жәния, міне жаңа піскен құрма қасыңа түсе қалсын дейді Алла Тағала. Түсе қалады. Сол сияқты әрекет, жігер болды, мен істеймін ертең деген нәрсе болса, ар жағын Алла Тағала өзі қосып жібереді екен. Өйткені ол қоспаса, біздің өзіміздегі нәрсе жетпейді. Ол тек сол басын берші өзің. Ниетіңді рас шығаршы деп жатыр ғой. Көрдіңіз бе? Сонда ары қарай қосылып кетеді да адам. Алла Тағаланың несі көмегі бізге қарай. Сол себептен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ва ма собрука илля билля". Ей пайғамбар, осы күнге дейін сабыр етіп келген сабырлығының барлығы менің себебімнен болған сабырлық қой дейді. Ал. Көрдіңіз бе? Кен ниет, сосын Алла Тағала күшейтіп жібереді, ары қарай итеріп жібереді. Енді жаңағындай күнәларды жасап қойған едік деп біреулер мысалы айтса, жаңағы аталған үлкен күнәлардан осындай менің өмірімнен орын алып қалған еді. Енді мен қайттым енді. Мына жерде мәңгі бақи азапта қорланған түрде түседі деп отыр. Сонда Алла Тағала айтады: "Илля мен таба", кім маған тәубамен оралса. Қараңыз. Кім маған тәубамен оралса, мен мойындаймын, мен жамандық істедім, енді істемеймін, Раббым, мен болды деп тәубамен оралса, уа амана, сөйтіп иман келтірсе, мен айтқан нәрселерге дейді Алла Тағала, Аллаға, ақыретке, жаңа тозақ, жәннат, күллі ұғымдарға бәріне, парыздарым, тыйымдарым деген нәрселердің барлығына иман келтірсе, сөйтіп иман келтіргеннен кейін соны ісімен көрсетсе дейді. Ва амиля амалян салиха. Намазыңды оқимын, міне Раббым, тек кешіресің бе мені? Ораза ұстаймын, тек кешіресің бе мені? Мен сонда істеп қойған едім деген нәрсе болса, фаулаика, міне бұларға келетін болсақ дейді Алла Тағала, юбаддилуллаху сайyiатихим хасанат. Сол бұрынғы істеген жамандықтарының бәрін жақсылықтарға айырбастай салады дейді. Қалай? Ва каналлаху ғафурур рахима. Өйткені Аллах Тағала өте кешірімді, өте мейірімді. Ол біреуді кешірем деген кезде ешбір тақуа барып әңгіме айтамайды жерге. Ол шешеді.
Сосын ана күллі жамандықтарын жақсылыққа айырбастай салған. Өзіңіз қараңыз, өмірінің бәленбай жылдың жоқ ештеңке. Ол қалады. Неге? Өйткені өкінді адам. Өкіну деген нәрсеге жететін имандылық жоқ екен, құрметті жамағат. Өкіну деген нәрсеге жететін имандылық қасиет жоқ. Өте үлкен нәрсе екен бұл. Көрдіңіз ба? Сондықтан өкіну, соған қиналуымыз сол екен өз тәубе деген нәрсе негізі. Өкіну, қиналу. Өйткені Алламен екі арадағы таза мәмілені қиналып атсың да соған. Қиналып, бұзып алды ғой мынаны деген нәрсе тұр да. Енді Алла тағала маған қайырылмай қойса қайтемін деген нәрсе бар. Тәубе деген ұғымға Алла тағала біреуін құлға байланысты айтады, біреуін өзіне байланысты айтады. Алла тағала құл тәубемен оралса, Алла тағала тәубемен қайырылады дейді. Сондай мағына келтіргенде, құл қойдым Раббым деп қайтты. Алла тағала да разылығын қайтарады, рахымын қарсы алады. Сөйтіп бойұсынуға ары қарай тәрбиелейді екен. Сондықтан тәубе деген нәрсеге Алла тағала екі аят арнады. وَمَنْ تَابَ, кімде-кім тәубемен оралса, وَغَمِلَ صَالِحًا, және салиқалы амал қылса, فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, онда ол шын мәнінде Раббысына қарай тәубемен оралған адам ғой дейді. Яғни бұл күллі бұрынғы өміріндегі қылықтары, мінездері, жүріс-тұрыстар күллісінен жиркеніп, таза Раббысына қарай қайтты. Раббысының таза Раббысына қарай қайтқан кезде Раббысы оны тазартты. Соншалықты оның тәубасын қабыл алды, кітабын тазартып ұстады. Жаңағы күллі жаман істерін жақсы істерге айырбастай салады дейді Алла тағала. Міне қараңыз. Алланың жақсылығының сарқылмайтынын көрдіңіз ғой қандай. Адамда Раббысына бұрылсам ма деген ниет болса, Раббым қойдым деген ниет болса, Алла тағала тек бере беретін береген екен ғой. Жақсылығын дүниеде де ақыретте бере береді екен да. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ, Рахманның құлдарының тағы бір қасиеті, өмірден андай нәрселер кездеседі. Мысалы, біреу кінәсіз адамға жала жабылған. Біреу жалған куәлік беріп отыратын нәрсе бар қазір бізде. Біреу бәленбай жылға кінәсіз сотталып кеткен жағдайлар бар. Міне. Сондай жалған куә, жалған сөз. Сосын жалған куәлардың ішінде мынандай дәрежеде жасалатыны бар. Жаңағы өтірікті шынды Құдай ұрғандай қылып келтіретіндер бар. Солай келтіреді оны әсемдеп енді, күлсі сенеді ана жерде. Осыны зур деп атайды. Құранда да, хадисте де. Қаулу зур, шахадату зур, жалған куә. Өте сондай ұйымдастырылған куә. Жалған куә, жалған сөз деген нәрселер бар. Рахманның құлдары ешқашан қатыспайды дейді бұндай куәлікке. Міне қараңыздар. Ла яшхадуна зура, ешқашан жалған оқиғаға куә болмайды. Жалған куәлік бермейді, жалған сөз сөйлемейді о жерде. Міне, білмейтін нәрсесін қосып айтпайды. Мысалы, осы Фурқан сүресінің алдында, мына жерде қарасаңыздар, Нұр деген сүре бар. Осы Нұр сүресінде 11-ші аяттан бастап мына жақта 23-ші аяттарына дейін Айша анамызға жала жабылған туралы оқиға айтылады. Ол жала жабылған кезде инналлазина жау бил ифки усбатун минкум. Айша анамызға жаланы жауып, соны ұйымдастырып, әсемдеп, керемет қылып қоғамда дамытқандар сол өздерінің ішіндегі бір топтарың дейді, жау сырттан келген жоқ дейді. Кімнен шығып жатыр? Мұсылмандардан шығып жатыр. Сендерден шығып жатыр дейді пәле. Намаз оқитындардан, ораза ұстайтындардан өз араларыңда. Неге? Өйткені сене саласыңдар сендер. Сендерде бір-біріңе деген махаббат та жоқ дейді. Бір-біріңе туралы сөйлеп жатқанда сене саласыңдар дейді. Мысалы, мына нәрсені қараңыз. Айша анамызға жала жабылған кезде Абу Айюб аль-Ансори, Умму Айюб аль-Ансори деген отбасы сол кісілер мынандай сөзді айтты. Субханака, Алла, сен пәксің, хаза бухтанун азим. Мынау деген барып тұрған үлкен жала ғой.
сенбейміз Айшаның олай істегеніне деген. Сол бірақ семей айтты. Сосын Алла Тағала бір ай күтті. Тағы қай семей айтады екен деп осыны. Ешкім барып, ол істеді деген сөзді айтқан жоқ. Бірақ жаңағы сөзді айтуға да жарамай қалатын кездеріміз бар екен. Бір айдан кейін ақтап шықты Алла Тағала Айшаны. Сонда Алла Тағала бізге мынандай ескерту жасап отыр. Валаула фадлуллахи алейкум ва рахматуху. Сендерге Алланың рахмы мен кеңшілігі болмаса еді, фид дуния вал ахира, дүниеде де ақиретте де. Ламассакум фима афаттум. Жаңағы ауыздарыңмен төккен жаңағы сөздерің үшін дейді, сендерге зор азап тиетін еді дейді, бастарына қарамайтын едім дейді мұсылман екендеріңе. Сондай сөздерді естіген кезде дейді, валаулай самихтумуху. Сондай сөзді естіп қалған кезде, мысалы бір досыңа, көршіңе, әйеліңе біреу сондай сөзді алып келсе, неге бүйтіп айта салмайсыңдар дейді. Зоннал муъминуна вал муъминату би анфусихим хайра. Неге ол мұсылманды өзім деп танымайсың сен? Неге өзім деп танымайсың? Неге ол туралы жақсы ойламайсың дейді сен? Қараңыз қандай нәрсе жетпей жатыр бізде қоғамда. Сосын вақулу хаза ифку мубин, бұл барып тұрған жала, кет бар жала, жалаңмен қоса кет деп неге қуып шықпайсың ол адамда? Міне, тағы бір аятында айтады: "Валаулай самихтумуху култум ма якулун лана ан натакаллама бихаза." Біздің хақымыз жоқ мұндай нәрселерді сөйлеуге. Субханака, я Алла, сен пәксің ғой. Мынау барып тұрған жала деген сөз неге ауыздарыңа түспейді сендердің? Міне, біз мұсылманшылықтың тұрғымызға осындай да. Неге сене береміз біреуге? Неге? Неге ол мұсылманды өзім деп танымайсың? Неге? Сен қандай артықшылығың бар еді одан? Міне, сол кезде Айшанымыздың болған сынағы, ода жамандық болған жоқ бұл сынақта. Алла Тағала айтады: "Ла тахсабуху шарран лакум." Сендер ойламаңдар Айшаға жала жабылған сол оқиғаны жамандық деп. Қараңыз. Бәл хуа хойрун лакум. Бұл сендер үшін хайырлы дейді. Өйткені мен сендердің іштеріңдегі жаман бір дертті алып шықтым дейді осы оқиға арқылы. И сол дерт бойларында болғанда ақыретте жағдайларың қиын болып кетеді дейді. Сондықтан соны дүниеде ашып бердім дейді. Не үшін? Яғизукумуллаху. Алла Тағала сендерді осылай уағыздап отыр. Ан тағуду лимислихи. Ешқашан бұл күнәға енді қайтып келмеулерің үшін, ин кунтум муъминин, егер муъминдерден болсаңдар. Сондықтан мынандай жала деген нәрселер. Мысалы сол сөзіміз тоқтамаса, мысалы біреуміз ораза ұстап жүрміз. Мейлі Рамазан, мейлі нәпір Рамазан жүрген кезде, мән лам яда қаула зури вәл ғамала бихи вәл жахла. Кімде-кім жаңағындай жалған куәлігін, жалған сөйлеуді, біреу туралы, солай ма, айтпақшы, мен де сөйтіп ойлаймын деген сөздердің өзі де кіреді осыған. Көрінбе? Қоштап кету бірдеңке, бәсе кеше қылығы біртүрлі болып жүр деген сөздерге дейін. Кім осындай қылықтарын тастамаса дейді, осыны барып біреуге айтуын, соны іске асыруын қоймайтын болса, лейса лиллахи хаджатун ан ядаға тағамаху ва шарабаху. Алла Тағалаға әсте мұқтаж емес дейді оның ораза ұстап жүргені. Оның тамағы мен суынан тыйылған не керек дейді, егерде жүрегі тыйылмаса жаңағы қауіп нәрседен. Өйткені ол үлкен күнә. Ала қаула зури ва шахадата зури мен акбарил кабайр деген пайғамбар. Үлкен күнәлардың ең үлкені жалған сөйлеу, жалған куәлік, жалған сөз. Біреудің сыртынан ғайбаттаудан басталады бұның бәрі. Жалған куәлік, жалған сөз неден басталады десеңіз, ғайбат міндетті түрде есік ашады бұған. Міне, сондықтан ғайбат деген жаман нәрсе ол. Бұл Рахманның құлдары жиіркенеді бұндай қасиеттерден, соны айтып отыр Алла Тағала. Сондай-ақ дейді: "Ва иза марру биллағуи марру кирама." Қашан бір болмайтын бір сөздердің қасынан өтіп баратса, бос сөздер, орынсыз әзіл сықақтар, ешқандай пайдасы ғибраты жоқ, тек күлкі сыйлайтын, тек күлкі үшін деген нәрсе бар ғой. Сол сияқты жағындай сондай нәрселер, бос әңгімелер, пайдасыз сөздер, мына жерде Алла Тағала лағу деп атайды оны. Біздегі лағу деген сөз арабтың осы әл-лағу деген сөзден шыққан. Лақпа нәрселерден деп тұр ғой. Лақпа тақырыптардан, лақпа нәрселердің қасынан бұлар өтіп баратқан кезде, бұлар кироман, кереметтігін жоғалтпай өтеді. Яғни, жаңағы Рахманның құлы деген характерін жоғалтып алмайды дейді. Бұндай жерде тұрмайды да ол, қалай, не отыр, қалай отыр деген нәрсе ешқашан көрмейсің дейді бұна ондай нәрсемен. Міне, бұлар абыройын жоғалтпай өтеді дейді о жерден. Рахманның құлы. Жаңағы жерде ілік қап, не отыр, қандай отыр деген нәрселер, ол Рахманның құлдарының сипаты бес дейді ол. Алла Тағала осылай таныстырып отыр.
Сосын бұлардың тағы бір қасиеті валлазина иза зуккиру би аяти роббихим. Қашан бұларға Раббыларының аяты есіне түсіре салса. Мысалы мен ғайбат айтып тұрған кезде жаңағыдай біреу келіп Алла тағала айтты ғой, бір-бірлеріңді ғайбаттамаңдар, ля яхтаб бағдукум бағдан деп Құранда айтқан деп Алланың аяты есіме түсіп жатқан кезде қойшы тақуа болып кеттің ба десем, мысалы бұл жамандық өте. Рахманның құлдары құлап қалмаса бұндай нәрсе істемейді дейді олар ешқашан. Оларға қашан Раббыларының аяттары естеріне түсірілсе алса болды, лам яхурру алейха сумман ва умянан. Ешқашан жаңағы аятты тыңдаған кезде кереңдік немесе соқырлық сыңай танытпайды дейді олар. Болды деп. Мысалы Омар радиаллаху анхуды кейбір адамдар жағы дұрыс жүрмегеннен тәртіпке салады ол кісі. Қамшысымен базарда ма, мешітте ме, қай жерде болсын, болмайтын бір шаруамен айналысып жүргендерді жаңағыдай орнына келтіріп жүреді. Сөйтіп базарда бір кісіні сондай жаңа қамшысымен қуалайды. Қолап баратқан кезде бұлар біледі, халифа Омардың Алладан қалай қорқатынын біледі ғой. Сосын жаңағы кісі тоқтай қалады да, кезіндегі Абдулла ибн Масғуд, Абдулла ибн Аббастардың сөздерінен еске алған. Егер де Омардың есіне Алланы еске салсаң, тоқтай қалады дейді мүлде. Сонда жаңағы кісі бүйтіп жүгіріп бара жатады да, бұрылады да, Алланың атымен сұраймын, ей иман келтіргендердің әміршілігіне қамшысы жерге түсіп кеткен ғой. Ұлы нәрсені еске салып жердің ғой деп кетіп бара жатыр дейді. Ұлы нәрсені еске салып жердің ғой деп. Жаңағы қалды жайына болды. Сондай бұл Омар міне осындай ерекше үмбетке сыйлаған пайғамбарымыздың ірі сахабаларының бірі радиаллаху анху. Сол сияқты міне Рахманның құлдарына аяттар естеріне түсірілсе, ешқашан кереңдік, саңыраулық естімегендей сондай бір сыңайлар танытпайды дейді бұлар. Не деп айтады бұлар? Әманар Расулды білесіздер, Бақара сүресінің соңында. Естідік те бойұсындық дейді екен. Сосын жаңағы ашуланып қойғаныма орынсыз сөйлеп қойғаныма не деп айтады екен? Ғуфранака Раббана деп айтады екен. Естідік деп бойұсындық. Кешірші бізді Раббымыз деп. Осындай Рахманның құлдары. Тағы бір кішкене аяқталуға қалды. Сабыр етсеңіздер, иншалла. Келесі дұғасын ашады енді. Бұлардың тағы бір маңызды дұғасы бар дейді. Ол қандай дұға деген кезде валлазина яқулуна Раббана хаб лана мин азважина ва зурриятина қуррата ағюн. Раббымыз бізге өзіміздің осы жұбайларымыздан, бізге мынау ұрпақтарымыздан көзімізге қуаныш болатын сыйлашы дейді. Бойұсынғыш бала, бойұсынғыш әйел, осыларды сыйлашы дейді бізге көзімізге қуаныш ретінде. Сондықтан жаңағыдай әйеліңіздің бойұсынуы, балаңыздың бойұсынуы, осының бәріне жаңағы тәрбие керек, тәлім керек. Өйткені Алла Тағала бізге бұйырды: «Қу анфусакум», ей иман келтіргендер, өздеріңді қорғаңдар оттан, және ва ахликум, отбасыларыңды да қорғаңдар, яғни әйелдеріңді, балаларыңды қорғаңдар деген нәрсе. Міне жаңағы түнгі намазды бірге оқып жатуы қарап тұрсаңыз, осылардың барлығы мұсылманның бірінші орында түзеуі, өзі түзелгеннен кейін Рахманның құлы не істейді екенде, әйелімді, баламды түзеу керек. Бұлар Алланың разылығын іздейтін адамға айналу керек. Мақсатымыз, түпкі мақсатымыз Алла және ақырет. Осы нәрсе ғана көзіне қуаныш береді екен олардың. Көрдіңіз ғой, үйіне кіріп келсе, әйелі жүреді жаңағы, күллі Алла үшін істеп жүр. Әйел, шаршап келдіңіз ғой, келіңіз, мен тамағыңызды дайындап қойғам дегендей нәрселер болады. Әртүрлі жаңағы бойұсынулары, баласы жүгіріп келеді, мен бүгін осындай бір аятты жаттап қойдым ғой дегендей, мынандай бір дұға жаттап алдым деген, көзіне қуаныш сыйлайды. Немесе жаңағы намаздың уақыты болады, әйелдері талпан жаққа кіріп кетеді. Немесе түнгі уақытта күйеуі тұрып қарасаң жақта свет жанып тұр, қараса әйелі намаз оқып отыр. Осындай нәрсемен ғана Рахманның құлдарының көзі ләззаттанады. Анау тек қана жай үйде бір тамақ пісіргенімен, ол бүкіл үйде бар, ол күллі үйде бар. Міне әдемі тамақтардың пісірілуі, әдемі нәрселер, үйдің жаңағындай бір таптаза ұстанып тұрылуы деген нәрселер. Жоқ нәрселерді тірілту керекпіз да біз. Көзіңізге ләззат беретін, бойұсынғыш деген нәрсе болу керек. Қашан ол әйелі мен баласын үміт етті, бойұсынғыш. Қашан ол өз Раббысына бойұсынды. Рахманның құлы ғой. Енді сұрауға бет бар. Көрдіңіз бе? Сондықтан жаңағындай ер бойұсынбай, ол жаңағы олар да енді сол еріне қарап нетеді ғой. Мысалы, өзі дұрыс бойұсынбай жүрсе, олар да солай жүре береді. Сондықтан осы жерде осы нәрсе бар. Міне Рахманның құлдары отбасын түзейді екен. Отбасын түзегеннен кейін тоқтай ма сөмен? Бітті ма? Жоқ.
Важғална лил муттақина имама. Раббымыз енді мына тақуаларға жетекші қылшы бізді деп айтады дейді. Мына тақуаларға жетекші болмаса, тақуалар неше түрлі тақуалық істеп кетуі мүмкін. Әртүрлі тақуалықтар болуы мүмкін. Мысалы Усман ибн Мазун деген сахаба радиаллаху анху қаншама қиыншылықтардан өткен, ана меккелік кезеңде Эфиопияға бір көшіп қайтып келген, мысалы. Сол пайғамбарымыздың ақырет пен дүниеге байланысты тақырыптарын естігеннен кейін ақырет солай кірді жүрегіне, дүние мүлде қызықсыз болып кетті ғой. Әйелі күнде барып жаңағы пайғамбарымызға қарай бір сахабалардың әйелдері арқылы шығады. Мен жоқпын дейді ана өмірінде. Жоқпын дейді құр. Үйге кірем, ассаламу алейкум, болды мен жоқпын дейді. Хақым ештеңке қызығып қайтты дейді мүлде. Ақыретке қатты кіріп кеткен, құлшылық, түнгі намаз сондай дәрежеге дейін. Сол пайғамбарымызға хабар келеді. Пайғамбарымыз Османмен сөйлеседі. Ей Осман, жаңағы әйеліңнің хақысы бар, жаңағындай ораза тәніңнің хақысы бар, күллі нәрсені үйретеді. Пайғамбарымыз бақылап отырады, тақуаларды бақылау. Көрдіңіз бе? Тақуаны бақылап отыр, контрольде ұстап отыр. Артық кет қылмайтындай амалда. Сөйтіп пайғамбарымыз айтқаннан кейін әйелі қуанып сүйінші жібереді мысалы. Осындай жағдайлар деген нәрсені айтып. Сол Усман ибн Мазғун сол пайғамбарымыздың өсиетімен жүрген. Түсіндіңіз бе? Бірақ шын мәнінде жүрегіне қарасаңыз, дүниеден озған кезде Әл-Бақи қабірстанына ең бірінші жерленген сол кісі болды радиаллаху анху. Дүниеден озған кезде пайғамбарымыз маңдайынан сүйеді. Маңдайынан сүйеді айтады: "Ей Осман, осы күйіңде дейді, осы күнге дейін дүние саған жұқпады, сен дүниеге жұқпай кеттің ғой дейді." Бірақ сахабаға сондай нәрсені айтып тұр, ойлаңыз. Шын мәнінде жүрегі сондай болған. Тек пайғамбарымыз контрольді алғаннан болды, Алла, сіз айтсаңыз істей береміз ғой дегендей нәрседе, өз бетімше кетіп қала бермеймін ғой деген нәрсе. Бірақ дүниеге енді қызықпаушылықта кәдімгідей дәрежеде солай өмір сүрген адам болғанда ол кісі. Сол сияқты кез келген Аллаға жақындататын амалдың ортасы болыр. Жаңа айтып отыр ғой, ортасын ұстайды деп. Сосын екі шегі бар. Бір шегі шектен шығып кету. Бұны жаңағындай ифрот деп атайды шариғатта. Екінші шегі немқұрайды қарау оған, тафрит деп атайды. Немқұрайды да қаралмайды, шектен де шығып кетпейді, ортасы ұсталады. Ваказалика жағалнакум умматан васата. Сендерді осылайша ортан бет қылдық дейді. Әрбір салиқалы амалдың ортасы ұстанылады. Көрдіңіз ғой. Шектен шығу. Осының барлығын қадағалап отырмаса, тақуалық үйренеміз деп жаңағындай детіп кетуі мүмкін. Әркім өз бетінше нәрселерге тақырыптар тауып алуы мүмкін. Ал неге бұларға жетекшілікті неге сұрап отыр тақуаларға деген мағынада? Тақуаларға өнеге алды қылыш бізді деген нәрсе. Өйткені бұл солай алдыңғы буын солай тәрбиелеген, соны алып бұл келді. Келесі буынға бұл жетекші болады. Одан кейін олардан арғы буынға жетекші болады деген нәрсе. Өйткені бұл Рахманның құлы ғой. Рахманның құлы жетекші болмағанда кім жетекші болады? Көрдіңіз бе? Бірақ жаңа сипаттарын естіп жатсыз міне. Осындай адам дүниеңмен жаңағындай ақыретіңді жақсылап жетекші жасап бере алатын болса. Сондықтан бәріміз мұқтажбыз осындай жаңағындай Рахманның құлдарына да. Сондықтан Алла бұның дұғасында оларды қосты. Яғни бұл деген сөз, бұлар отбасын тәрбиесіне көңіл бөледі. Екінші, бұлар қоғамның салиқалы болуы үшін өмір сүреді. Осындай нәрсе кезінде жаңа кім Айтеке би айтқандай, өмірім дейді өзгенікі дейді. Тек өлім ғой маған қалған дейді. Көрдіңіз ғой, халық үшін өмір сүруді, қоғамның салиқалылығы үшін өмір сүру деген нәрсе. Сондай нәрсе деген мағынада айтылып жатқан дұға ғой. Енді сауабын тыңдайық бұл кісілердің. Улаика юджзаунал ғурфата. Міне бұлар сондай бір қонақ бөлмесімен ертең марапатталады, жарылқанады дейді. Бөлме деп атады да Тағала. Бұл бөлме не себепті берілді дегенде, бима сабару, өйткені өмірлерінің күллісі төзімділік болған. Сабыр еткендіктері үшін дейді. Көрдіңіз бе? Алланың бұйырған нәрсесіне, тыйған нәрсесіне, біреуді кешіре салуға, қоғамдан анаған үйретуге, күллі нәрседе сабырлық керек. Кейде таршылық келіп қалады, оған сабыр етеді. Осындай жағдайларда Алла Тағалаға деген разылығы ешқашан үзілмегендіктен, сабыр еткендіктері үшін сондай бір бөлмемен жарылқанады дейді. Али радиаллаху анхудан жеткен бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Инна фил джаннати ғурафан." Жәннатта сондай бір үлкен бөлмелер бар дейді.
бөлме деген нәрсе, құрметті жамағат, біз мысалы бір үйдің ішіндегі бөлмелерді айтамыз ғой. Ол бөлмелер айтылғанда біздің көзімізде бөлме деген кішкентай мағынаны береді. Алла Тағала сол үшін жәннаттың бөлмесі деген нәрсе ол бір сарай секілді ол. Жаңағыдай бір бөлмелер бар дейді. Юра зухуруха мин бутуниха. Оның ішінен қарасаң, сырты толық айқын көрінеді дейді. Көрдіңіз бе? Ва юра бутунуха мин зухуриха. Сырттан қарасаң, іші толық көрінеді. Өзінің патшалығында. Сондай нәрсені. Сонда бір кісі тұрып айтады: "Я Расулалла, лиман хия?" Ол кімге беріледі деген нәрсені айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Лиман атабал калама." Кімде-кім сөйлесе, жақсы сөйлесе адамдарға. Бірінші қасиеті. Екінші, атғамат тағама, адамдарға тамақ береді. Қонағын құрметтейді, садақа береді. Әйтеуір біреудің қарны ашқанын көрсе, ол жерден бос кетпейді. Соны тамақтандырып кетпейді да, тамақтандырмайынша. Ва адама сияма, сондай-ақ парыздан кейін нәпіл оразаларды ұстайтынға дейді. Көрдіңіз ғой? Осы нәрселерді айтып жатыр. Уасалла бил қиями ва насу ниямун. Адамдар ұйықтап жатқан кезде ол түнде намаз оқып тұратын дейді. Осындай негізгі қасиеттерін айтты да. Сол осындай бөлмелер болады дейді. Сондай-ақ сол жәннатқа, сол бөлмелерге кіргізілген кезде ва юлаққуна фиха тахиятан ва салама. Ішіндегі жаңа періштелердің қарсы алуы, қызметшілер болады о жерде мысалы. Солардың барлығы сондай бір жақсы амандасу сөздермен, сәлеммен сол жерге қарсы алады дейді. Мысалы жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай: "Инна адна ахлил жаннати манзилан." Жәннаттағы ең төмен сарай дейді. Енді берілетін патшалық сарайдың дәрежесі, сол жердегі дәреже мән яса илейхи алфу ходимин. Жаңағы бір жәннаттық ең төменгі дәреже жәннаттағы. Жәннаттық кірген кезде алдынан 1000 қызметші жүгіріп шығады дейді. Ва куллу ходимин ала амалин лейса алейхи сахибуху. Жаңағы әрқайсының амалы екіншісінікіне ұқсамайды дейді мүлде. Мүлде ұқсамайды. 1000 түрлі амалда жүр. Күллісі жаңағаны қарсы алу үшін. Бұл ең төменгі дәрежедегі қызметшілер дейді. Ең төменгі жәннаттағы. Енді ойлай беріңіз, одан кейінгілерге қандай болады. Міне сол оған сабыр ету. Осыдан дүние, тағы да басқа нәрселер алдап кетеді адамды. Мұттырат көзге көрінбегеннен кейін. Олар сабыр етті сол тақырыпқа. Сенді ме? Болды, сол нәрсеге қарай ұмтылуларында тұрақтатты да. Олар онда холидина фиха, мәңгі қалады соның ішінде. Хасунат мустақарра ва муқама. Не деген жақсы тұрақ еді, не деген жақсы пана дейді, оларға әзірленген. Ал енді пайғамбар мына өзіңе қарсы келіп жүргендерге айт. Жақында бұлар сыналады, неше түрлі нәрселер келеді бұларға. Қул ма яғбау бикум робби лаула дуғаукум. Егер де Аллаға жалынатын дұғаларың болмаса еді, несіне керек қылсын сендерді Алла дейді. Қараңыз. Қай жерде екен біздің шарапатымыз, жалынып сыйынған кезімізде екен ғой. Мәртебеге беретін нәрсе осы екен ғой бізге. Одан басқа жағдайларда біз сондай сүйкімсізбіз. Сөйлеп, бір жерде ұрысып жатқан кездерде өте сүйкімсізбіз біз. Ал жалынып, сұрап жатқан кезіңде міне мәртебе да, қандай нәрсе. Сондықтан оларға айт, дұғаларың болмаса, несіне керек қылсын, несіне бағаласын жалпы сендерді Алла Тағала. Фақот каззаптум, міне Құранды өтірікке шығарып жібердіңдер, ақиқатты өтірікке шығардыңдар. Фасауфа якуну лизама, жақында бір ажырамайтын бір пәлен жібереміз сендерге дейді. Көрдіңіз ғой? Ажырай алмай қаласың, тек жалынған кезде дұғаңа қарап, мүмкін тәубасына келер деп азайтуымыз мүмкін деген нәрсе бар да. Осы жерде бір хадиспен аяқтасақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Жибрил келіп маған айтты дейді: "Я Мұхаммад, ей Мұхаммед, ғиш мәшиәта, қанша қаласаң өмір сүре ғой. Фаиннака мәйитун, бірақ біл, сөзсіз сен өлесің" дейді. Яғни өлім жетеді, ол ешқашан өзгермейтін қағида. Уағмал мәшиәта фаиннака мәжзиюн бихи, қандай еңбек қылам дейсің, қыл, сен оның жазасын не жарлықауын аласың. Күлі адамзатқа беріліп жатқан қағидада. Уа ахбиб мән шиәта фаиннака муфарихуху, кімді қаласаң соны сүй, бәрібір одан ажырайсың дейді. Тек мәңгі Алланы сүйген адам ғана ерекше бір байланыста болады. Уағлам, сондай-ақ біліп ал, ей пайғамбар деп айтып жатыр Жибрил, біліп ал, инна шарафал муъмини қиямул лейли, мұъминнің Алланың алдындағы абырой, шарапаты, беделі түнгі намазында дейді. Ва ғиззуху,
сондай-ақ жер бетіндегі дүниедегі абырой беделі адамдарға мұқтаждық танытпау дейді. Міне осындай екі қасиет көрдіңіз ғой. Алланың алдындағы абырой бедел, түніміз тірі болса, онда бедел бар екен. Күндіз адамдармен өмір сүрген кезде жердің бетінде ешкімге мұқтаждық танытпасаң, мұқтаж емессің. Онда ол жер бетіндегі абырой беделіңіз екен да. Күндізгі. Осы нәрселерді Алла Тағала бізге нәсіп етсін. Осымен міне Әл-Фурқан сүресінің тәлім тәрбиесі тәмамдалды. Құдай қаласа келесі аптада Алла жеткізсе Фатир сүресінің тәлім тәрбиесіне кіреміз иншалла.